Бұл бейнеде біз Canva-ның кеңейтілген немесе жаңа мүмкіндіктер мен функцияларын қарастырамыз. Canva-да бұрыннан жасанды интеллект арқылы суреттер жасау функциясы болған. Жаңа кеңейтілген функция Dreamlab деп аталады. Оны сол жақтағы мәзірден ашуға болады, немесе басты бетте маған кескін жасау батырмасын басып ашсаңыз болады. Dreamlab-тың басты бетінде бірнеше сурет берілген. Әр суреттің төмен жағында оң жақтағы батырманы бассаңыз, қаншалықты нақты егжей-тегжейлердің бәрі жазылған көресіз сипаттаманы. Біз Dreamlab басты бетінде сұраныс жазайық. Ал енді сұранысты нақтылап жазайық. Міне осындай суреттер шықты. Суретті төмен жағында жүктеу батырмасы бар, және өзгерте аласыз. Бұрыштағы 3 нүктені бассаңыз, дизайн жасау, кескінді өзгерту, суретті жою опциялар шығады. Және мына жердегі палитра белгішесін басса, әртүрлі стильді таңдауға болады. Интерактивті тақтамен жұмыс істегенде элементтер батырмасында әртүрлі стикерлер таңдасаңыз болады. Интерактивті тақтаға қосып, және стикерлерге әртүрлі эмоция қосуға болады. Мына жерде эмоция қосу батырмасы бар. Осы жерден таңдасаңыз болады, немесе қосымша эмоциялар шығады, осылардың ішінен таңдасаңыз болады. Интерактивті тақтаға қосылған функция ол стикерлерді сорттау. Стикерлерді таңдаймыз. Және мына жоғары жақта сұрыптау деген шығады. Осыны бассаңыз, тақырыбы бойынша, түсі бойынша, атауы бойынша немесе эмоциялар бойынша сорттауға болады. Canva-ның Google-мен интеграциясы кеңейтілді. Қосымша ретінде пайдалануға болады Gmail және календарда. Ол үшін Gmail-ды ашамыз. Оң жақта қосу белгісін басамыз. Установить дополнение қосамыз Canva-дан. Міне Canva қосымшасы бізде көрінеді. Предоставить доступ басамыз. Хатты құрастырдық. Енді төмен жақта 3 нүкте бар. Оң жақта төмендегі. Осы жерде Canva батырмасын басамыз. Және осының ішінен керекті дизайнды таңдаймыз. Презентация қосылды. Енді осыған бассақ, презентация шығады. Canva платформасында элементтер көбейді. Енді олар тақырып бойынша жиналған топтамалар, міне төмен жақта немесе коллекция көруге болады, әртүрлі тақырыпқа арналған. Canva-да мокап элементтері әртүрлі мазмұнды көрнекі түрде көрсету үшін қолданылады. Мысалы, кітап мұқабалары, гаджет экраны, постерлер, дәптерлер және тағы да басқалары. Элементтер батырмасына кіреміз, және мына жерден макеттер таңдаймыз. Canva платформасына жаңа анимациялар қосылды. Өкінішке орай олар қазақ тілінде істемейді, бірақ та орыс тілінде міне көрсетіп тұр, новинка деп. Біз осы құралдарды сынап көруді және материалдарды қаншалықты ыңғайлы және тиімді жасауға болатынын бағалауды ұсынамыз.